1986 жылы желтоқсан көтерілісі болған кезде жасым 21-де болатын тұғын. 21-де болатын тұғын. Желтоқсан көтерілісіне негізгі шығуымыздың себебі, біріншіден 16 желтоқсан күні өздеріңізге тарихтан мәлім, Қазақстан Республикасы Коммунистік партиясының кезектен тыс 6-шы пленум өтіп, ол жердегі ең басты қаралған мәселе қаншама жыл басқарып келген бірінші хатшымыз Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты орнынан алып тастап, оған Ульяновскіден Геннадий Васильевич Колбин деген партия мүшесін бірінші хатшы етіп сайлауында болды. Ол әрине халықпен санаспағанның арқасында, халықтың әсіресе мына жастар мен жұмысшылар мен студенттердің арасында үлкен резонанс туғызды, келіспеушілік туғызды. Сонымен 17 желтоқсан күні сағат 12-ден бастап уже алаңға жастар жинала бастады. Өз басымыз сол 17 желтоқсан күні 16:30 шамасында біз алаңға келдік. Келгендегі мақсатымыз осы сол кездегі кеңес үкіметінің негізін қалаушы Владимир Ульяновтың еңбегінде айтылғандай, әр елдің өз көсемін басқарсын деген ұранды алдымызға алдық дағыны, өзіміздің елімізді, қазақтың дәстүрін, салтын білетін қазақ басшы болсын деген 19 облысымыздағы сол кездегі облысымызды басқарып отқан қазақ басшыларының біреуін қойсын деген ұсыныс болды. Өкінішке орай, ол өздеріңізге мәлім тарихтан желтоқсан көтерілісінің ақыры қайғылы жағдайға соғылып, оның артында қаншама жастарымыз өмірден қыршын кетті. Айта өтетін болсақ, жаңағы Ербол мен Қайрат сияқты, Сәбира мен Ләззат сияқты жап-жас жастар өз өмірін қиды. Ол да өзіміз қатары сол кезде 21 жаста еді. Мінекей енді тәуелсіздігіміз, соның арқасында мінекей тәуелсіздік алдық 91 жылдан бастап.